Тәжікстан құрамасы сапында ойыншылар алмасып үлгерді. Кезекті шабуыл, соққы. Игита қайтарды, бірақ та Игита қайтарған допты қақпаға туырлап жіберді. Тәжікстан құрамасы ойыншысы Самандар Ризомов бұл ойында есепті ашты. 0-1. Рақым бұрышқа теуіп көрді, ал біз голдың қалай соғылғанын қайталау арқылы көрудеміз. Алыстан бағытталған соқты Игита қайтарды. Бұл жатқан жоқ. Кнауп есеп теңесті 1-1. Ешкім күтпеді қазір. Тағда қайталау арқылы көру керекпіз. Меніңше рикошет арқылы ұшты доп. Қақпашы әйтпесе бұндай әлсіз соққыны қайтару тиіс болған, рикошет болған шығар қазір. Не болса Арнольд Кнауп есепті теңестірді. 1-1 барлығы басынан басталады. Тәжікстан құрамасы есепті ашқанымен міне Қазақстан құрамасы жылдам есепті теңестіріп бастады. Әдетте оң аяқпен жойқын соққы бағыттайтын Арнольд Кнауп бұл жолы сол аяқпен алыс бұрышқа айналдырып тепкен екен. Жол жөнекей доп қарсылас команданың ойыншысына тиіп те кеткен. Қақпаш шарасыз үддесінен шығуда міне. Бұл жолы бос кеңістікті өзіне жарата алды Азат Валиуллин. Есеп 2-1. Осыдан шамамен 30 секунд бұрын Валиуллинді керемет мүмкіндік болған еді. Қақпаш ол кезде қайтарған. Бұл жолы қақпаш шарасыз. Қақпашына айыптауда қазір керек емес. Азат Валиуллин қазір ғана біз мақтадық, өзіне тапсырылған жүктемені керемет орындап жатқан ойыншы деп. Ылғида қарсыластың қақпасына много игрового времени получил. Ну и сейчас вновь. Ох, какая ошибка! И наказывает Бахтиер Солиев сборную Казахстана за ошибку. А кто ошибся? От такого, конечно же, никто не ожидал, но человеческий фактор никто не исключал. Конечно же, давайте смотреть, здесь пошла передача, но случился вот такой обрез, как сами называют игроки такие моменты, ну и в процессе спортивной карьеры. Ох, какая стеночка проходит, опасный момент, пустые ворота! И счет становится 2-3. Да, Таджикистан вновь выходит вперед. Но еще раз отметим, друзья, это товарищеский матч, поэтому нужно рассматривать именно в этом ключе. Это возможность для Рикардо Кака посмотреть вот в деле, да, вот тех же самых молодых парней, как они себя проявят. Поэтому сегодняшний результат, он никак не повлияет, я думаю, в целом на отношения. Слушаем тренера. Хорошо, это было просто недопонимание. 2 человека, ничего страшного, пропустили хорошо. Потом надо опять надежно сыграть. Арқылы Арнольд Кнауп. Азат Валиуллин арқылы Азат! Дубль авторатан 3-3 есеп. Азат Валиуллин бүгін тағда қайталап айтамын, керемет ойын өткізуде. Man of the match десек болады әзірге. 2 голдың авторы атанды. Бір-біріне ұқсас 2 гол. Бірінші гол сол аяғымен теуіп салған, екінші гол оң аяғымен қақпаға теріс қарап тұрып допты қабылдайды. Өзіне бос кеңістік жаратады осылай. Ал ар жағы шеберлік. Қарсылас команда жақын бұрышқа қарай асырды. Тұрсағылов, Дуглас! Есеп 4-3. Ертеме кешпе Дуглас алыстан гол салады деп айтып ойын барысында. Міне сол гол соғылды. Есеп 4-3 болып өзгерді. Қазақстан құрамасы камбэк жасады. Не деп айтамыз басқа? Дуглас гол салғаннан кейін Дуглас қараңыз. Енді қарапайым менің жұмысын дегендей. Қақпаш көрмей қалды доптың шу.